қосамыз. Су ішсе де қосамыз. Иығы тиіп кетсе де қосамыз. Сөйтіп қосып жүріп бір екі қыздың сәл не істеп қойған сияқты еді. Сәл қиялданып кеткен сияқты. Өз-өздерінен күмәнданып қалды. Иә, өзі мен Нұрдәулет ұнай ма? Бүйтіп қарап, ұнамай ма деп та. Бұл жерде сезім емес, бұл жерде просто біздің әңгіме, не адамға давай дей берсең, по-любому өзі түсінбей қалады. Істеу керек па, істемеу керек па? Сондай неде отыр деп ойлаймын, бұл жерде бір сезім еш нәрсе жоқ. Сол қатысушылар қосуды қояйық. Өзіңізден сұрайық. Диана ханым бағана айтқанымдай дос ретінде, адам ретінде ұнайды. Артық ойым жоқ. Диана ханым, негізі жаңа Аринаға күлкімге отырды, ана сөздерден кейін отырып дос ретінде дей салды. Рекламаға дейін сен басқа әңгіме айтайын деп отырғансың. Екі қызда да шанс жоқ та, екі қызда соны біліп отыр да, сол үшін де олай айтпаңыздаршы, екі қызда мүмкіндік жоқ. Нұрдәулет керемет, қыздар қоя салыңыздар. Нұрдәулет сіздерге қарамайды, олай төмендетіп қажет емес. Қымбатты да, Аринаны да. Диана ханым, берді ешкім төмендетуге ешқандай хақысы жоқ, негізі Диана ханым. Екі қызда керемет, ай десе ауыз, күн десе көзі бар қыздар. Барлығымен бірақ бірде араласам, барлығын дос ретінде ұнатам. Шынымен біреуіне басқаша жақындап, біреуіне басқаша жақындап үйтіп жүрген жоқпын, Диана ханым. Мен өзім просто араласамыз. Бір жерде отырған едім, по-любому магазинге де барып келеміз. Берде осындайда жаңағыдай кішкентай болмашы нәрсеге қосады да, сосын үлкен тема болып кетіп жатыр да. А так негізі бір-бірімізге ондай ешқандай үміт оты деген сияқты ондай нәрсе жоқ. Арина өзінікін айтты. Диана ханым, білмеймін, мен шын айтамын. Кішкене қазір мына жерде отырғаным үшін өзімді жаман біртүрлі сезініп жатырмын да. Мына жерде Нұрдәулетке деген бірінші болып признаваться етуде емес болып тұр да мәселе, именно ішіміздегі сезім туралы әңгіме болып жатыр да. Кім кімге, неге дегендей ше. Нұрдәулет білмеймін, Диана ханым. Диана ханым. Тұра тұрыңыздар, қымбат. Арина? Жоқ, Диана ханым, шынымен де әңгіме әшейін шыққан жоқ, ол әңгіме шынымен де ұнайды. Диана ханым, Нұрдәулет неге үш қызды бірдей дос ретінде көрем деп отыр, мен түсініп отырған жоқпын. Негізінде мен сөйлеп алайыншы? Жоқ, просто мен айтып отырғаным, екі қызға қарағанда менде шанс көбірек, та? Сен бар ғой, күштімін деп шығарып атсың ба өзіңді, енілік? Сен мықтымын деп ойлап атсың ба? Қой, сен бағаламаған адамсың ғой, бүйтіп қарап отыратын болсақ. Тоқтай тұрыңдаршы, мен айта салайыншы. Жоқ, отношенияда болдыңдар сендер, енді жаман қылып істеп жатыр деп ойламаңдар. Отношенияда болдыңдар, болмады емес. Сол кезде сен өзің менсінбей кетіп қалған жоқсың ба? Енді не деп отырсың? Ол жерде менсінбей болған жоқ, ол жерде случай вообще басқаша болды. Мына орындыққа отырғаннан кейін, саған қазір үміткерлер де келіп атқанда жоқ та, и сен соны бір плюсын қып Нұрдәулетпен жалғастырғың кеп тұр да. Ондайын керек емес, сен өз абыройыңды өзің түсіріп атсың негізі. Жоқ, Арина. Мен мойындағаныма енді өзім абыройымды түсіріп атыр деп ойлап қалмаңыздар. Енді Диана ханым сұрақ қойды, мен сұраққа жауап бердім. Ода не бар? Таныстық алаңы, танысып жатыр, мына жерде кім-кіммен таныспай жатыр, кім кірмей жатыр дегенде, иә. Мен ғашықпын, өлем деп, сүйем деп атқан жоқпын, иә, ұнайды дедім, и все. Жарайды, ұнайды, иә, таныспын деп. Бірақ менің айтып жатқаным, Нұрдәулет айтып жатыр, үш қызды бірдей көрем, дос ретінде деген сияқты. Мен сол жүзінде айтып жатырмын. На самом деле, екеуіңе қарағанда менде шанс больше деп айтып жатырмын. Не деген сенімділік? Шанс сенде больше болса, бопты, жарайды. Просто андай қылып жатыр да, біз мына жерде үндемей қалғанға, ұялып айта алмай жатқанға, как будто біздің андай сезімде признаваться еткен адам төмен түсіп қалмайды ешқашан. Бірінші қадам жасаған адамды төмен түспейді ешқашан. Ол ішіңдегі нәрсе да, оны неге айтпасқа? Но сендерде шанс жоқ қой, қымбат. Какая разница? Шанс жоқ. 100% айтам, екі қызда да шанс жоқ. Жоқ, еңлік. Пусть
пусть это то, что у нас Но внутри, сен жерге почему түсіп бы об қаласың этом не қымбат, сен сказать? оған қазір сезіміңді білдіресің, ол сенің бетіңді қайта Болса да қосамыз.